Шиш пайғамбардың қиссасы. Әбіл өліп, Қабыл қашып кеткен соң, Адам ата мен Хауа ананы қайғы басты. Күндіз түні екі көзінен жас парлап, лаумен өтті. Алла оларды жұбату үшін бір ұл және сыйлады. Есімін Шиш деп қойды. Шиш пайғамбар өте келбетті, ғұлама ғалым еді. Есімінің өзі ғылым үйретуші дегенді білдіретін. Шиш пайғамбар алғаш шариғат үкімдерін реттеп, дін ғылымын жайғандықтан Алла алдында үлкен құрметке ие болды. Құдай одан Мұхаммед пайғамбардың нұрын таза сақтап, ұрпақтарына беруге уәде алды. Ол уәде жұмақтағы жібек матаға жақұт қаламмен жазылды. Жібек мата Сәкина атты сандықтың ішінде сақталды. Шиш пайғамбардан Мұхаммед пайғамбарға дейін бұл нұр осы дәстүр бойынша ауысып келген екен. Адам ата 1000 жылға жақын өмір сүріп, дүниеден өтерінде Шишті шақырып 5 түрлі өсиет айтты. Әй Шиш, бұл өсиетті жадыңа тоқып, ұрпағыма жеткіз. Бірінші, тілегің ұлық болсын. Жұмақтың рақатына емес, ұлық Алланың дидарына ынтық бол. Екінші, бір істі бастамас бұрын, 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Үшінші, әйелден күшің емес, ақыл ойың артық болсын. Жарыңа адал бол, үйіңе береке кіреді. Әйелді әлпештеп ұста, ұрпағың мейірімді өседі. Төртінші, көппен санас, білгенге құлақ ас. Өзім білемдікке салынба. Мен періштелермен ақылдасқанда бидайды жемес едім. Мына тауқыметті тартпас едім. Бесінші, бір іске кез келсең, көңіл сенбе. Мен бидайды жегелі тұрғанда жүрегім қаламады. Анаңның көңілін қимай жей салып едім. Аяғы осындай болды. Соңғы айтарым, Мұхаммед пайғамбардың нұрын сақта деді. Осылайша, Адам атаның да дәм тұзы таусылып, Бақиға аттанды. Жебірейіл періште жұмақтан кебін әкелді. Періште мәйтті мейрам суымен жуып, арулап көмуді Шишке үйретіпті. Шиш жаназа оқып, әкесін жер қойнына тапсырды. Марқұмды жуындырып, кебіндеп, оған жаназа оқу, және оны қабірге жайғастыру, жерлеген соң басына белгі тұрғызу, рәсімі Шиштен қалыпты. Кейін 45 жылдан соң Шишке пайғамбарлық қонды. Адам балалары мен жындар оның әміріне мойынсұнды. Шиш дүниеден өткенде нұр оның Анош, яғни шыншыл деген ұлына көшті. Ең алғаш құрма өсіріп, жемісін жеп, берекетін көрген осы Анош екен. Оның шөпшегі, яғни 4-ші ұрпағы Ыдырыс пайғамбар болды.